Баспаны халықтық емдеу әдістерімен емдеу туралы маңызды ескертпе. Дәрігерге қаралу міндетті. Халықтық емдеу әдістері қосымша ретінде қолданылуы мүмкін, бірақ дәрігер тағайындаған емнің орнына баса алмайды. Асқыну қаупі. Дұрыс қолданылмаған жағдайда халықтық емдеу әдістері асқынуларға әкелуі мүмкін. Келесі аллергиялық реакциялар. Кейбір шөптер мен өнімдерге аллергия болуы мүмкін. Баспаны емдеу үшін қолданылатын кейбір халықтық әдістер. Шөп атварларымен шаю, шалфей, қабынуға қарсы және антисептикалық қасиетке ие. Ромашка қабынуды басады және ауырсынуды жеңілдетеді. Түймедақ антисептикалық әсер етеді. Емен қабығы қабынуға қарсы және байланыстырушы әсер етеді. Бал антибактериалды және қабынуға қарсы қасиеттері бар. Жылы суға араластырып ішуге және жұтқыншақты жағуға болады. Сарымсақ антибактериалды қасиетке ие. Сарымсақты шайнап жеуге немесе одан компресс жасауға болады. Сүт, жылы сүтке бал немесе сарымсақ қосып ішу пайдалы. Лимон С витаминіне бай, иммунитетті нығайтады. Жылы суға лимон шырынын сығып ішуге болады. Шаю үшін ерітінді дайындау. Бір ас қасық құрғақ шөпті 1 стакан қайнаған суға салып, 15-20 минут тұндырып сүзіп алады. Маңызды ескертпе. Халықтық емдеу әдістерін қолданар алдында дәрігермен кеңесу міндетті. Басқа да кеңестер. Төсек режимі. Ауру кезінде көп демалған жөн. Жылы сусындар. Шай, жылы сүт, компот сияқты жылы сусындарды көп ішу керек. Ылғалды ауа. Бөлмедегі ауаны ылғалдандыру пайдалы. Есте сақтаңыз. Халықтық емдеу әдістері аурудың негізгі себебін жоя алмайды. Сондықтан дәрігер тағайындаған емді толық көлемде алу қажет. Егер сізде балаңыз ауырса, педиатрға қаралуды ұмытпаңыз.